Бәріңізге сәлем. Бүгінгі сабақта маска тігетін боламыз. Маска тігу үшін бізге мата және резина қажет болады. Егер резина жоқ болған жағдайда матаның өзінен бау жасауға болады. Матаның енін 40 см етіп алдым. Былай қарай 19 см. Баудың ұзындығы 17,5-18 солай алсаңыздар болады. 1 метр мата әкеліп үйге содан қанша шығатын қазір көрейін деп отырмын. Барлық отбасыға бір штуктан тіккелі жатырмын. Енді мына жағын қосып тігеміз. Матамызды екіге бүктеп, шетінен 1 см-ден тігіп аламыз. Матамызды тігіп алған соң оң бетіне аударамыз. Жиегін былай үтіктеп шықсақ та болады, немесе қолмен осылай басып алсаңыздар да болады. Осылай 300 бор жасап аламыз. Екінші жағын тоже дәл солай қайталаймыз. Міне екі жағында осылай етіп тігіп аламыз да, резинаны ішіне кіргізіп жіберіп тіге саламыз. Міне маскамыз дайын болды.